Мен сіздермен бүгін интернеттегі алаяқтық, қаржы пирамидалары туралы әңгіме етпекпін. Қаржы пирамидаларының қақпанына түсіп алданып қалып жатқан адамдар өте көп. Бұл қаржы пирамидалары деген сонау есімде 90-шы жылдары құрылған болатын. 90-шы жылдары бастап құрылып жұмыс істей бастады да, содан бері әлсін әр еліміздің әр өңірінде түрлі фирмалар, компаниялар құрылып, осындай алаяқтық жолмен адамдардың ақшасын алдап алып жатқан оқиғалары, қылмыстық оқиғалары көп болды. Ол туралы бұқаралық ақпарат құралдары кезінде жазды да, айтты да, тіпті деректі фильмдер де түсірілді, бірақ соның бәріне қарамастан осындай қаржы пирамидалары қақпанына түсіп қалып жатқан адамдардың саны азаятын түрі көрінбейді, және алаяқтықпен ақша тапқысы келетін қаржы пирамидаларын ұйымдастырушылар саны да азаймай отыр. Бұның себебі неде деген мәселеге келетін болсақ, мысалы, бір жасаған қателікті адам 10 рет, 100 рет қайта жасай бергені қалай болады? Мысалы, сіз көптеген ақпараттарды алып жүрсіз, оқып жүрсіз, қаржы пирамидаларының адамды алдайтынын естіп жүрсіз, бірақ соның бәріне қарамастан жиған соңғы ақшаңызды осы қаржы пирамидаларына саласыз. Тіпті қарыз алып, кредит алып, өзінің үй мүлкін басқасын сатып, қаржы пирамидаларына қатысып жатқан, ақшасынан айырылып жатқан адамдар көп. Бұның себебі не десек, ең басты себебі бұл адамдардың бойындағы ең әлсіз, әлжуаз, жаман қасиеті ашкөздік. Оңай жолмен ақша табамын деген бір жалған үміт. Осыны білетін алаяқтар, адамдардың осындай әлсіздігін білетін алаяқтар үйіп-төгіп жалған уәде береді да, осындай фирмалар, компанияларды ашып алып, адамдардың ақшасын алдап алып жатады. Яғни айтқанда, қаржы пирамидаларының қақпанына түсіп қалмау үшін бойыңыздағы ашкөздікпен оңай жолмен ақша табуға болады деген үмітті, жалған үмітті ауыздықтау керек, тыйым салу керек екен. Ең басты мәселе. Ең басты себебі осында екен. Мен сіздерге бүгін таяуда ғана осы елімізді шулатып, үлкен пікір туғызып жатқан Гарант 24 ломбард деп аталатын алаяқтық фирма, компания туралы әңгіме еткім келеді осы қысқа ғана. Өйткені бұл компанияның қармағына түсіп көп ақшаларын жоғалтып жатқан адамдар еліміздің әр өңірінде өте көп. Айқай шу шығып жатыр, тіптен митингіге шығып айқайлап, жаңа үкіметтен талап етіп, ақшамызды қайтарып бер деп жатқан адамдар өте көп. Енді осы компания туралы, осы компанияның жұмысына байланысты, адамдардың пікірлеріне байланысты мен кішкене шолу жасап кеттім. Ломбард деп аталатын мекемелер соңғы кезде өте көбейіп кетті, еліміздің әр өңірінде өте көп. Олардың негізгі міндеті адамдардан, мысалы, жылжитын мүлкін, бағалы заттарын кепілге ала отырып, ақша беру оларға, қарыз ақша беру, өсім қайтарады. Осындай қызмет көрсетеді. Осыдан олар пайда табады. Адамдар, мысалы, бір жаңағы ақшаға мұқтаж болып қалған кезде, жаңағы мүлкін, бағалы мүлкін кепілге қойып, ақша алады. Осы ломбардтар. Ломбардтардың негізгі міндеті осы. Ал енді бірақ, Гарант 24 ломбард, тағы да басқа бірнеше осындай ломбардтар, осындай жолмен көп жоғары пайызбен алатын өсімді асынып, енді бұлар алаяқтық жолмен адамдарды алдауға көшкен. Олар енді өздерінің функцияларына, міндеттерінен тыс нәрсені мойнына алады. Сөйтіп олар банк қызметін, банктың атқаратын қызметіне қол сұғады. Сөйтіп, осы Гарант 24 ломбард деп аталатын компания әлеуметтік желілер арқылы, интернет арқылы жаңағы жарнама беріп, мынарда айтылып тұр, мінекей орыс тілінде 40% мөлшерінде өсім беріп отырамыз ай сайын деп халықты сендірді. Осыған сенген адамдар 40% өсім болады. Мысалы, сіз 100 мың теңге салып қойдыңызда, ай сайын 40 мың теңге алып отырасыз. Рахат емес пе? Ешқандай жұмыс істеместен алып отырасыз. Бұл тамаша нәрсе. Соған сенген адамдар
ақшасын жанталасып сала бастаған. Мынарада мінекей бірнеше мынада тіпті жаңағы компанияның жұмысын таратуға үлкен жаңағы әншілер, жұлдыздар, блогерлерді атсалысып көмектесті. Айқын Төлепберген дейді, актер Асылхан, Артур Төлепов дегендерді мысалы, блогер Мейіржан Төребаев дейді. Бұндай адамдар басқа да толып жатқан жаңағы әншілер, ойбай, несін айтасың, мынау тамаша ақша табудың құралы деп өздері салғанымен қоймай, басқа адамдарды да соған жаңағы шақырған. Сөйтіп адамдар бұл өзінің соңғы ақшаларына дейін салған. Мысалы, мына жерде айтады, мысалы, Гарант 24 ломбардқа ақша салған адамдардың кейбір жеке пікірлеріне назар аударып көрейік. Мысалы, мына бір кісі айтады, менің дейді, үйімді дейді 12 миллион теңгеге сатып алмақ болды ломбард дейді. Содан дейді, ақшасын дейді бөліп төледі кішкене дейді, бірінші кезде дейді, аздап дейді. Сол төлеген ақша 5 миллион теңгені мен дейді қайтадан ломбардқа салдым дейді. Көп процент берем дегесін дейді. Соның кесірінен дейді, мен ақшамнан да айырылдым, үйімнен де айырылдым дейді. Менің үйімді ол ломбард алып басқа біреуге сатып жіберді. Сөйтіп 12 миллион теңгесінен де үйінен де айырылып қалған. 12 миллион теңгеге бағаланған үйінен айырылды. Енді мына бір кісі айтады, мен дейді 20 миллион теңге салдым дейді. 20 миллион теңге салдым, ешқандай ақша жоқ, бәрі кетті дейді. Сөйтіп мен дейді тақырға отырып қалдым дейді. Ал енді бұрынғы МВД-да істеген, полицияда істеген адам, мына бір Любовскую Лидина деген кісі дейді, мен дейді жинап пенсиямнан дейді жинаған дейді 500 мың теңгені, содан кейін 400 мың теңге, 900 мың теңге ақшам дейді осы ломбардқа, мекемеге, компанияға салдым дейді. Содан ақшамнан жұрдай болып айырылдым дейді. Ең соңғы дейді жинап жүрген ақшамнан айырылдым дейді. Осындай адамдар өте көп. Енді бұл адамдар қазіргі таңда жаңағы мемлекеттік мекемелерге барып, құқық қорғау органдарына барып, шағымданып, біздің ақшамызды қайтарып бер деп талап қойып жатыр. Шын мәнінде бұл енді адамдар осындай ақшаны өз еріктерімен салды ғой. Ешкім оны зорлаған жоқ, мәжбүрлеген жоқ. Ақша табам көбірек оңай жолмен миллион теңге салып 5 миллион қылып қайтарып алам деген үмітпен салды ақшасын. Сөйтіп ақшасын айырылды. Енді бұған мемлекет араласа алмайды. Бұл жауапкершілік сол адамдардың мойнында. Не айтқанда, сіз қателік жасадыңыз ба, сол қателік үшін жауапкершілікті мойныңызбен көтеруіңіз керек. Өзің істеген істі өзің мойныңмен көтеруің керек деген сөз бар. Әрине бұл арада мемлекеттің де қателігі бар, мемлекеттің де кінәсі бар. Өйткені осындай алаяқтық компаниялардың жұмыс істеуіне, адамдарды алдауына мүмкіндік беріп қойды олар. Оны жолын кесу керек, тыйым салу керек, түрлі заңдар арқылы, басқалар арқылы. Оны жасаған жоқ. Сондықтан да бұл арада мемлекеттің де кінәсі бар, бірақ мемлекет бұл арада адамдардың ақшасын қайтарып бере алмайды. Бұны ал енді алаяқ компания болатын болса, ол әуел баста құрылған кезден бастап адамдарды алдауды, адамдардың ақшасын алдап алуды мақсат еткен. Сондықтан да ол алған ақшасының бәрін, миллиондаған ақшасын ол басқа жаққа аударып жіберді әлдеқашан. Ол жоқ ақша. Ол ақшаны енді 100 жыл іздесе де таба алмайды. Сондықтан да заң бойынша оны бір 3 жыл, 4 жылға, 5 жылға ары кетсе соттайды. Сонымен бітті. Содан жаңағы түрмеде бір отырып шығады да кішкене. Сосын ақшасын алып пайдаланып, шетелге қашып кетіп, сол жақта өмір сүреді әлгі адамдар. Ал алданған адамдардың бәрі сол ақшаларынан айырылған күйде қалады. Олар енді қайтара алмайды ақшаларын. Бұндай оқиғалар бірінші рет болып жатқан жоқ. Өкінішке орай көп болды. Бірақ соның бәріне қарамастан адамдар содан сабақ алып жатқан жоқ та. Неге десеңіз, жоғарыда айтып кеткеніміздей, бұған кінәлі адамдардың ашкөздігі. Оңай жолмен жан қинамай ақша табуға болады. Қазір мен миллион теңге салам да 10 миллион қылып қайтарып алам. Сөйтіп жаңағы байлыққа белшемнен батам, олжаға белшемнен батам деген жалған үмітпен осылай әрекет жасап жатыр. Алданып жатқандарын
бұрын болған, соның бәрін көріп біліп отырып осылай жасайды олар. Себебі өздерінің бойындағы ашкөздікті, жалған үмітті жеңуге шамасы жетпейді. Бұның астарында ең басты мәселе қаржылық сауатсыздық жатыр. Қаржылық сауатсыздық жатыр. Қаржылық сауаттылық дегенді мысалы біздің мектептерде, жоғары оқу орындарында оқытпайды, пән ретінде оқытпайды. Біздің қарапайым халық қаржылық жағынан сауатсыз. Қаржылық сауатсыздықты енді қайдан алуға болады? Қаржылық сауаттылықты біз тек қана осы салада жұмыс істеп табысқа жеткен инвесторлардан, өзін өзі дамыту ғылымының сарапшыларынан алуымызға болады. Олардың электронды кітаптары бар, көптеген видео, аудио сабақтары бар. Ақылы түрлі курстар ұйымдастырып тұрады. Мысалы, интернетте өте көп Кийосакидің Баяки Кидияки деген кітап қазақшада аударылды. Ол кітапты оқып шыққан адам инвестицияның жалпы әліппесін біледі. Ол адам кішкене сауатты болады. Мынандай қаржы пирамидаларының алаяқтық екенін түсінеді ол адам. Ал енді ондай кітапты оқымаған адам, бұндай курстардан өтпеген адам, ондай аудио, видео курстарды тыңдамаған адам, мүлдем қажет етпеген адам, ол адамдар сол бір жасаған қателігін 100 рет жасап, қайта алданып, қаржы жаңағы пирамидаларына қатысып, ақшаларынан айырылып, өкініп жатады. Жаңағы нар жерде бір алданған әйел айтады, тіптен дейді, жүректері қысылып, есіне танып құлап қалып жатқан адамдар бар. Енді оны ешкім зорлаған жоқ қой, мәжбүрлеген жоқ қой, сіз ақшаңызды осыған сал деп. Өз еркімен салды, енді жүрегі қысыла ма, есіне танып құлап қала ма, ол өзінің шаруасы. Қателік жасадың ба, сол үшін жауап беруге тура келеді. Солай ғой, қателік жасамау керек. Ол үшін қаржылық жағынан сауатты болу керек. Қаржылық сауаттылыққа назар аудару керек. Сайдмұрат Давлатов деген мықты өзін өзі дамыту ғылымының сарапшысы бар. Бизнесмен, өте миллионер, инвестор. Оның көптеген ақылы курстары бар. Осы Қазақстанда өткізіп тұрады. Тегін кітаптары бар, көптеген электронды кітаптары бар. Осы интернеттен табуға болады. Өкінішке орай орыс тілінде жазылған, қазақшасы жоқ. Сол Сайдмұрат Давлатов айтады, қаржылық бостандыққа кез келген адам 5-7 жылдың ішінде жете алады. Оның жалақысының деңгейіне қарамастан. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін мынау екі түрлі шартты орындау керек. Бірінші, айлық жалақыңыздың ай сайын кем дегенде 10, одан да көп процентін сақтап жинап отыруыңыз керек. Екінші, сол сақтаған ақшаңызды көбейту керек. Көбейту үшін депозиттерге салу керек, құнды қағаздар сатып алу керек, жылжымайтын мүлікке салу керек. Сондай жолдармен оны ақырындап көбейтіп отыру керек. Осы екі түрлі шартты сақтаған адам қаржылық жағынан жақсы білім алады, тәжірибе жинайды, қаржылық жағынан сауатты болады және кем дегенде 5-7 жылдың ішінде міндетті түрде бақуаттылыққа қол жеткізеді. Сайдмұрат Давлатовтың айтқан 5-7 жылда қаржы бостандығына, бақуаттылыққа жетуге болады деген сөзінің шындық екеніне мен өзім тәжірибе жүзінде өзімнің жұмысым арқылы көз жеткіздім. Мынау Vista деп аталатын депозит мен осыдан 2 жыл бұрын 2018 жылдың сәуір айында тіркелген болатынмын. 1000 евро салдым. Содан бері мінекей 2 жыл уақыт өтті. Қазір менің 2 есеп шотым бар. Сіздерге көрсетейін. Мінекей өткен айда, бір айдың ішінде мінекей мынау қара жазу мінекей 272 37 евро түсіпті. Бір айда, я, мен тапқаным. Осы мынау 10.000 евролық жаңағы пакеттен сосын мынау ұстап қалғандары 105 евро ұстап қалған, 177 евро тауыптым. Осы бір есепшоттан. Екінші есепшоттан мен 60 евродай таптым. Сонда 2
есеп шоттан 230 евро тауыппын бір айда. 230 евро дегеніміз бұл 95 мың теңгедей ақша екен. 95 мың теңге бір айда маған түсірді осы Vista депозиті. 2 жылдың ішінде жеткен жетістік. Енді 2 жылдың ішінде, мысалы мен ойлаймын, 5 жылдың ішінде бұл кем дегенде 2-3 есе көбейеді. Ал 7 жылдың ішінде мен ойлаймын, бұл депозит маған кем дегенде бір 1200-1300 евро сондай ақша түсіріп тұратын болады. Мен айтқанда бір 400-500 мың теңгенің көлемінде. Егер 500 мың теңге ай сайын түсіріп тұратын болса, сізге жұмыс істеудің де қажет жоқ. Мен айтқанда сіз қаржылық бостандық алдым деп санауыңызға болады. Жұмысты тастап, түгелдей өзіңіздің ұнататын шаруаңызбен айналысып кетуіңізге болады. Осы депозиттің өсімімен ғана күн көруге болады. Мен айтқанда, Сайдмұрат Далбаевтың осы айтқан сөздерінде үлкен шындық жатыр. Өкінішке орай адамдардың көпшілігі оны түсінбейді. Өйткені қаржылық сауаттылық бізде жоқ. Сондықтан да әлгінде қаржылық пирамидалардың қақпанына түсіп қалып жатады. Тезірек ақша табам, көп ақша табам деген оймен. Шын мәнінде интернет арқылы осындай инвестиция жолмен ақша табуға болады. Бірақ ол үшін білім керек, біраз уақыт керек. Сіз бірден ақша таппайсыз. Мысалы, мынау Vista депозитінің жылдық өсімі 23-24%. 23-24%. Ақшаңызды салдыңыз, өсіп жатыр. Ол тапқан ақшаңызды бір бөлігін басқа пакеттерге салуға болады. Менің мысалы Халық банкінде және Home Credit банкінде депозиттерім бар. Теңгемен. Соған салып қойыңыз, мысалы, жылжымайтын мүлікке ақша салыңыз, біраз қалған ақшаларыңызды. Құнды қағаздармен айналысыңыз. Осы екі нәрсемен айналыссаңыз, айтқанда құнды қағаздар, жылжымайтын мүлік, депозит үшеуімен айналыссаңыз, осы саладан тәжірибе жинасаңыз, сіз міндетті түрде бақуатты, жақсы адам болып шығасыз. Ешкімге күніңіз түспейтін, ешкімнен алданбайтын, қаржылық жағынан сауатты, білімді, сондай мықты осы саланың бір кәсіби сарапшысы болып шығасыз. Бұл шындық, ақиқат. Ал енді жаңағындай қаржы пирамидаларының ақша салып, ақша тез байып кетем деген адамдар болатын болса, олар өмір бойы солай бірінен соң бірі, бір рет қателеседі, екі рет қателеседі, жаңағы өкінгенден есінен танып жаңағыдай құлап қалып жатады, мемлекеттік жаңа органдарға барып ақша талап етіп, айқайлап жатады, жұрттың мазасын алып жатады, сонымен өмірін өткізеді. Олай болмас үшін сіз инвестицияда асығудың қажеті жоқ. Асықпай бүгін мінекей салдым, ертең аламын деген қажеті жоқ. Бұл арада күтуге тура келеді. Ақшаңызды асықпай жинаңыз, салыңыз, асықпай соны сақтап көбейтуді жолдарын, тәсілін меңгеріңіз. Интернетте кітаптар өте көп, инвестиция жөнінде кітаптар өте көп, аудио-видео сабақтар өте көп. Солардың бәрін оқыңыз, білім алыңыз, бұл саладағы біліміңізді көбейтіңіз, дамытыңыз. Сонда сіз міндетті түрде жаңағындай игілікке, жаңағындай деңгейге жетесіз, міндетті түрде. Vista депозит туралы сізді қызықтыратын болса, осы видеоның астында сайттың сілтемесі бар, соған кіріп толық ақпарат алуыңызға болады.